бесінші сабағымызды бастайық. Бесінші сабақ support, resistance, тренд линия, канал деген төрт тақырыпқа фокус береміз. Жалпы бұл support, resistance деген бұл техникалық анализдің ең маңызды екі тақырыбы деп айтсақ болады. Тренд линия деп аталады, негізі тренд лайн, ағылшынша канал деген ол channels. Негізінде көп терминдары, өзінің терминдары бар. Бұл енді бір жеке сала болғандықтан өзінің терминдары бар. Ол терминдар негізінде ағылшын тілінде айтылады. Бірақ біз оны аударып өзімізге кішкене келтіріп айтамыз. Жалпы мүмкіндік болса терминдардың бәрін жаттап алуға тырысыңыздар. Бұл қатты қиын емес. Азғантай бір ары кетсе бір 20-30 сөз. Окей. Саппорт дегеніміз енді поддержка деп атасақ та болады, орысша, немесе қолдау қазақша. Resistance деген ол сопротивление, мен орысша жақсы қалмаймын, бірақ бір нәрсенің шегі, төбесі деген білдіреді. Тренд линия ол линиялар, сызықтар, тренд сызықтары қазақша. Сосын каналдар деген енді канал, екі сызық біріккенде канал болады. Alright, ендеше support resistance-тан бастайық. Негізімен support resistance-ты мысал алғанда жақсы көремін. Кез келген заттың бағасы бар. Мысалы, мына iPhone-ды мен сізге $200 сатам десем, сіз көбінесе өзіңізге сұрақ қойып көріңіз, аласыз ба? Көп жағдайда адамдар алады. Мен сізге мынаны мысалы $1500-2000 сатам десем, сіз аласыз ба мысалы? Алмайсыз. Себебі мен не үшін $200 сатқанда сіз аласыз? Себебі бұның сіз қымбатқа қайтаран, сіз оны саталам деген сізде уже анализ бар. Яғни сіз iPhone-ның бағасын білесіз қанша тұратынында. Егер сіз $200 алсаңыз, минимум бір $1000-ға, $700 сатып жіберем ау деген идеясы кіріп тұр. 1500-ге алсаңыз, уже $2000 сізге сату қиын болады. Дәл осы сияқты барлық акцияның сатып алатын және сататын бағасы деген бар. Ол акция деген нәрсе жалпы не сияқты? Кез келген зат сияқты. Пәтер үй болсын, телефон болсын, машина болсын. Бірақ сіз оларды білесіз. Көп кітаптарда айтады, психология бойынша акцияларға келгенде соны адамдар есептей алмай қалады екен. Сол себепті біз сізге енді сосын түсіндіруге тырысамыз. Техникалық жалпы сарапшылар диаграмма графикта бағалық нүктелерді анықтау үшін жалпы support пен resistance деңгейлерін іздейді екен. Бұл енді ең төменгі және жоғарғы бағалары сол деңгейлер деп айтсақ та болады, қазақша айтатын болса. Support деген енді жаңағы қолдау, поддержка. Акцияның бағасы немесе көрсеткіші түсіп кеткен кезде пайда болатын, сатып алатын баға. Resistance керісінше баға қатты өсіп кеткен кезде жеткен шегін. Біз құлаған бағаларын resistance дейміз, немесе сопротивление деп айтсақ та болады. Бұл енді сопротивление малай. Енді көбінесе resistance деп айта беріңіздер, өйткені маған поддержка деп айтқан оңай, resistance деп айтқан, сопротивление деп айтқан қиындау кішкене. Окей, ары қарай кеттік. Психология бұл жалпы биржа нарығы ол about психология. Психологияға көбірек байланысты. Яғни психологияның артында адам тұр, адамның психологиясы. Яғни біреу алып жатыр, біреу сатып жатыр. Ол биржа деген ол нарық. Базарға барып адам нәрсе сатып алып жатқан сияқты оңай нәрсе. Сол себепті кез келген мысалы iPhone арзандап қалса, $200-300 болып қалса, барлық адамдар алады, жүгіреді. Сол сияқты қымбаттаса адамдар алмай қашады. Сол кезде көп адамдар акцияларын сатып жатыр деген сөз. Сосын акциялар құлайды, бағасы арзандайды, ол енді түсінікті нәрсе. Енді support және resistance тек ол бір ғана бағада болу маңызды емес, болу қажет емес. Яғни бір бағада деген мысалы support сатып алатын баға, мысалы iPhone-ды $200 сіз сатып аламын деп айтып жатсыз. Ол дәл 200 деген бағада емес, бір зонада болуы мүмкін. Яғни екі бағаның арасында. 190-нан 210 деген сияқты бір осы маңайда сатып алатын баға дейсіз. Идеясын сізге мысалмен көрсету үшін былай көрсетейін. Мысал, бұл Tesla компаниясының графигі деп ойласақ, Tesla компаниясы өсті, мысалы, $800-900 барды. Негізі көбінесе қатты құлайтын бағасы ол, енді көбіміз білеміз, енді Тесланы қарап жүрген адам болса. Tesla бағасы $900 келді, қымбаттады уже. Адамдар, аналистер, трейдерден инвесторлар ойлап жатыр, окей, бұл Tesla қымбаттап кетті уже, біз сату керек акцияларымыз. Сатып жатыр, құлады, қайтаран $400-500 келді.
адамдар ойлап жатыр, бұл арзанға келді, яғни Tesla компаниясы $400 ол нормальный баға. Мен 400-ге алсам, бұл 900-ге барады, өйткені ол 900-ге барған бұрын. Сондықтан бұл жерден адамдар сатып алып бастайды. Соны біз саппорт дейміз. Қайтадан өсті, $900-ға барды, қайтадан сатып жатыр адамдар. Сосын баға қайтадан құлайды. Көп адам акциясын сатқан кезде ол құлайды, ол енді нарықтың жалпы жүрілетін психологиясы. Қайтадан құлады, 400-500-ге келді, қайта өсті деген. Яғни бір поддержка берген нүкте баға қайтадан сол жерге келгенде реакция болады екен да. Құлады, мына жерден қайтадан өсуі мүмкін. Өсіп бір бағаға келді, $900 келді, қайтадан құлауы мүмкін, яғни өсуі мүмкін, құлауы мүмкін. Яғни өсетін баға деген бар, құлайтын баға деген бар екен да. Осы жерде әртүрлі жаңағындай қозғалыстар болады. Біздің жұмысымыз енді техникалық анализ жасаған кезде біздің жұмысымыз осы саппорт пенен резистанс деңгейлерін табу. Біздің жұмысымыз техника. Бұны енді біз бүткіл жаңа көріп атқан свеча деп жатырмыз, басқа енді индикаторлар бар, енді көретін барлық индикаторлар, жаңа канал, тренд, линия деп жатырмыз. Осы барлық техникалық анализдердің барлығының мақсаты осы саппорт пен резистанс деңгейлерін табу. Қай жерде саппорт жасап жатыр, қай жерде резистанс жасап жатыр дегенді табу біздің. Жаңа поддержка мен сопротивление. Окей, енді біздің айтқымыз келгені ол жаңағы резистанс жасап жатқан, құлап жатқан бағалар, ол $900-дан мәңгілікке резистанс жасап, $900-да тұру мүмкін емес. Жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Tesla компаниясы Қытай нарығына шығып жатыр. Бәлемпай миллион Тесланың машинасы шығып жатыр екен деп өндіріп жатыр, арзан батареяны арзанға шығарып жатыр. Осындай жаңалықтармен қайта Тесланың акциясы қатты өсуі мүмкін. Яғни жаңадан үлкен резистанс деңгейін жасауы мүмкін деген. Яғни келесі мүмкін $1500. 1500-ге барады, қайта жақсы жаңалықпен қайтадан өседі, 1500-ге барады, сосын 1500-ден қайтадан құлайды. Енді келесі жолы қайта өсер кезде мына алдындағы резистанс жасап тұрған деңгей ол саппортқа, яғни поддержкаға айлануы мүмкін. Себебі баға резистанстың үстіне шығып кетті. Сондықтан ол қалған кезде болған қандай бір реакция беру мүмкін. Яғни бір рет реакция берген мынандай нүктелер, деңгейлер, бағалар, олар қайтадан соған реакция беру мүмкін екен да. Бұл психологияға байланысты, жалпы биржа нарығында анализ жасағанда солай есептелінеді. Яғни поддержка жаңадан поддержка пайда болды, жаңадан резистанс пайда болды. Бірақ резистансымыз біз әлде қайда жоғары бағада да. Осылай енді жалғасып осылай акциялар өсе беруі мүмкін. Немесе мына саппорт деп тұрған поддержкамыз астына қарай қайтадан бұзылып кетуі мүмкін, егер биржа нарығында қандай бір жаман жаңалық шықса. Нағыз енді компаниялардың акциясы бойынша айтатын болсақ, мысалы көріп тұрсыздар, мына жерде қандай компания тұр. AMD деген бұл шип шығаратын компания. Яғни мысалы біздің iPhone-ның шиптарын, компьютеріміздің шиптарын, милар, процессор деп айтамыз, миларын шығарып жатқан кішкентай шиптарды. Осы компаниялар, біреуі осы AMD. AMD акциясының саппорт және резистанс зоналар. Қарасаңыздар, бұны бір, мысалы 100 деген баға тұр ғой, міне 100 деген баға тұр. Мынау енді 2021-дің августынан 2022-нің мысалы апрельға дейін график көріп тұрсыздар. Үлкен графигі бір күндік уақытпен, әрбір свечасы бір күнді білдіреді. Енді қараңыз, осымен зоналар сызған кезде біз қайтеміз. Көп осы жерден өскен, қайта өсіп тұрған осындай, қайта реакция алып тұрған деңгейлерді қайтеміз. Біз осылай зонамен белгілейді екенбіз. Көріп тұрсыздар, осылай зоналармен белгілеп тастау керек. Енді мына зоналармен қалай белгілейміз, мына платформаның ішіндегі нелерді қалай сызамыз, сызықты мен қайдан табамын деген сұрақтарға сіздерге тек осы платформаға арналған видео бар. Осы TradingView, жаңағы брокерлік компания, Freedom Finance-тың, Freedom Broker'дың, осыларға арналған жеке видео бар. Соны көресіз деген. Біз мына жерде сізге жалпы ненің дұрыс, ненің теріс екенін көбірек фокус жасаймыз. Енді қарасаңыз, мына жерде үлкен зона бар, бұны саппорт зонасы атаймыз. Қарасаңыз, осы 100 деген баға, қарасаңыз, дәл 100 емес, 100-дің чуть-чуть астында, бір жобамен 98 маңайын. Бірақ үстіне қарай бір 100-103-ке дейін барған ба сондай.
зона бар. Қарасаңыздар, кейбір кезде 103-тің маңайына поддержка алып кеткен, кейбір кезде 98-ге дейін түскен, 90, мына жерде 97, 99-ға дейін барған, мына жерде енді 99, мына жерде 100-ге келгенде дәл 100-ден өскен. Яғни зона. Бірақ осы зонаға келгенде өсіп тұр да, өсіп тұр. Мына үлкен қозғалыс осы зонадан поддержка алған. Үлкен сатып алушылар осы жерден алды, сосын акциялар өсті деген. Қайта келді, қайтадан өсті, қайта келді, қайтадан өсті. Яғни осы бағадан 198-де бір 103-тің маңайынан адамдар сатып алып жатыр деген. Үлкен сделкалар болып жатыр компаниялар. Резистенс зонасы, яғни мына баға келгенде 125-тің маңайында құлап жатыр бағалар. Осыған келген кезде акциялар қайта сынып жатыр. Мынаған келгенде не құлап жатыр, көріп тұрсыздар ғой. Мына жауамен 123-тен басталып ары қарай 127-ге дейін. Осы маңайға келгенде құлап жатыр. Мына жерде мысалы поддержка берген, мына жерде де резистенс бар. Мынау енді басқа зона болып кетеді. Бірақ мына жерде үлкен 2 рет, мына жерде 1 рет, мына жерде 1 рет зона берген. Яғни үлкен 4 зона беріп тұр. Мысалы қарасаңыз, жобамен неше айдың графигі, мынау 10 айдың графигінде сізге 4 үлкен сигналдар берген. Бұл енді сізге сататын сигналдар. Сіз мынадан сатып алдыңыз, сататын бағаңыз уже белгілі. Қай жерден құлады алдында, сол жерден құлау керек деп сіз болжам жасай аласыз. Ал мына жерде біз көріп жатырық fake breakout. Жалпы жалған бұзу, өтірік бұзылу деген сондай ұғым бар. Мынаны енді жалған бұзу деп айтуға да болады, негізі. Мүмкін, ондай емес болуы да мүмкін, ол 100% нәрсе емес. Бірақ көбінесе жалған бұзылу қалай жұмыс жасайды? Мысалы, мына жерде резистенс тұр, 2 рет үлкен резистенс деңгейі құлаған, осы бағаға келіп сынып құлаған баға. Осы жерден құлайды деп тұрғанда бұл өсіп кетті. Сіз құлайды деп акцияны сатып жібердіңіз, бұл қайтадан өсіп жатыр жалғасып. Енді сіз ойлап жатсыз, мынау ары қарай жалғасып қайтадан өсіп жатыр екен ғой деп сіз қайтадан қымбат бағадан сатып алдыңыз. Бұл ары қарай өседі деп ойлап тұрсыз, мынаған дейін өсіп. Сатып алдыңыз, бұл құлап кетті. Яғни жалған бұзды. Сізді әдейі солай жасатуға мәжбүрлеп тұр. Бұны манипуляция деп аталады. Сондықтан ол жалған бұзулар болады. Мысалы, мына жерде де мысалы жалған бұзу жоқ. Көбінесе дәл ұстағанда, бірақ осы қаттырақ құлап, мысалы кейбір жерде өсетін болады. Ол көбінесе сондай адамдарды шығарып жіберу позициядан, сіздің психологияңызбен ойнап жіберу, ар жағынан әдейі жоспарланып жасалынатын үлкен компаниялардың нәрсесі деген. Енді Apple компаниясын білесіздер, жаңағы мен қайта көрсетіп отқан iPhone шығарып отқан Apple компаниясы ғой. Енді осы компанияның поддержка резистенс зоналарын көрейік. Қарасаңыз, өткен айдың сентябрьдан, өткен жылдың 2021-дің қазіргі апрельға дейінгі бір жобамен 9 айдың график көріп тұр. Қараңыз, өсті, құлады, мынаны кішкентай резистенс деп атаймыз. Minor resistance, кішкентай. Неге десеңіз, бұл жерден мынандай үлкен қозғалыс болған жоқ. Бұл өсіп баратқан кезде бір кішкентай құлады. Сосын ол өсті, кәдімгі үлкен қозғалыс жасады. Үлкен қозғалыс, мысалы, мынаған дейін процентпен айтсақ, мысалы, 140 дейікші, 140-135-тен уже 185-190-ға дейін өсіп отыр, 200-ге дейін өскен уже жерде. Ол дегеніміз процентпен 60-70% өсіп тұр, уже мына үлкен графигі, уже 9 айдан қозғалыс ғой, 9 ай болмаса да октябрьден бастап декабрьдің аяғына дейін, яғни 2 айдың ішінде қатты үлкен өсім берген, бірақ кәдімгідей өсім берген да. Енді жобамен 40% өскен ғой. Қараңыз, осы қозғалыс мына жерден басталған негізгісі. Мына ортасында кішкентай паузалған жер, ол кішкентай саппорттар, поддержкалар, мына үлкен саппорт. Мыналар резистенс, мыналар кішкентай саппорттар, мынау үлкен резистенс, strong, күшті. Неге дегенде мына үлкен қозғалыс осы жерден сынды уже құлады. Сосын ол жерден қайтадан сынды. Мынандай үлкен қозғалыс болғандықтан ол сразу құлап кетпеуі мүмкін. Оны өсіріп атқан трейдерлар, инвесторлар бар, оны поддержка беріп атқан. Сондықтан ол біраз бөлігі шығып кетті уже, үлкен поддержкалар шығып кетті, қолдайтын трейдерлар, инвесторлар. Енді қалғаны шығып жатыр. Осымен 2 рет шықты уже, осымен бітті уже. Шаршады уже, енді бітті, қолдан шықты, тренд бітіп жатыр. Енді біткеннен кейін қайтады ол. Қайтадан соны тест жасап жатыр. Мүмкін қайта бір көруге деген сияқты тест жасалынды, бірақ ұстай алмады уже. Құлап жатыр, реакция береді, көп сұрау.
зонаға тиді уже құлап отыр. А мынау ортасындағы кішкентай нелер, резистенстер. Кішкентай резистанс. Негізі мына жерде резистанс зоналарды сіздерге үлкен сызып қойдық, себебі көзіңізге көріну үшін. Көп жағдайда мынандай не бұрын қандай реакция берген поддержкалар, мысалы кішкентай майнор саппорттар қайтадан көбінесе реакциялар береді. Мақсат көрдіңіз ба? Мақсат 1, 2, 3, мына жерде 4. Мына жерде жалған бұзу бар, қатты volatility мен қатты қозғалыспен жалған бұзу бар. Мысалы мына жерде 1, 2, 3 рет. Одан қайтып резистанс ретінде кәдімгідей қайта реакция берген. Мына жерде 1, 2, 3 рет берген уже. Өскен, құлаған, өскен, құлаған, өскен, құлаған. 3 рет резистанс. Осы сияқты енді жалпы акциялар жұмыс істейді. Саппорт пен резистансты жеткілікті түсінді деп ойлап тұрмын, бірақ біз саппорт резистансты барлық сабақтарда көреміз. Қысқаша көріп отырамыз, өйткені ол сіздің бүткіл техникалық анализда жұмыс жасауға сіздің ең негізгі фундаментіңіз. Келесі тақырып тренд линия, тренд лайн деп атаймыз ағылшынша. Бұл қандай бір бағаның басым бағытын көрсету үшін ең жоғары нүктеден немесе ең төменгі нүктеден бастап сызылады. Яғни кез келген уақыт аралығында саппорт немесе резистанстың қандай бір визуалдық көрінісі. Яғни бұны біз саппорт пен резистанс ретінде қабылдауға да болады. Бұл саппорт пен резистанстың бір түрі, бірақ басқаша бағытпен. Қысқаша айтқан кезде бұл тренд сызықтар. Енді қандай бір акциялар көбінесе осындай трендтармен қозғалады екен да? Ол аптренд болуы мүмкін. Аптренд деген өсіп жатқан тренд. Яғни бұл жерде бұл поддержканың рөлін атқарып тұр. Келді, өсті, келді, өсті, келді, өсті, келді, өсті. Яғни осы тренд линиямен өсіп жатыр. Осы тренд линиядан адамдар сатып алып жатыр, немесе поддержка беріп жатыр. А тренд линияны бұзды уже, бітті. Онда осы тренд линия осы жерден аяқталды. Енді басқа тренд басталады деген білдіреді. Яғни мына тренд линия бұзылды, келесі тренд линия sideways. Sideways деген ол жанама деген сөз, мындай параллель. Горизонтал. Sideways бұзылды, уже басқа тренд басталады. Down тренд, құлап атқан тренд. Құлап атқан тренд үстіне қарай бұзылды, уже sideways басталды қайта. Жанама. Сосын жанама қайта бұзылды астына қарай, енді басқа тренд. Down тренд басталды. Осы сияқты тренд линиялар. Тренд линиялар жалпы саппорт деген кез келген саппорт, ол сатып ал деген сигналды көрсетеді. Мынадан сатып ал, сатып ал, сатып ал, сат. Мынандай горизонтал болса. Мынандай тренд болса, онда аптренд болса сатып ал дегенді білдіреді негізі көп жағдайда. Бірақ бұл жерде кішкене рискісі жоғары, себебі сіз қай жерінен сатып аласыз деген қиын. Әбден бітуге таяп қалғанда алып қойсаңызшы. Сондықтан бұл тренд линияның бір жаман жері бар, ол адам өзінің қалаған жаңағындай фантазиясымен тағы да көріп сызықтарды сызып жіберуі мүмкін. Сонда опасно. Көп жағдайда тренд линия сызу үшін сізге 1-2 рет мақсат тиген болу керек. Тренд линияңызға 1-2. Сосын үшіншісінде сіз сатып аласыз немесе соған реакция жасайсыз. Ода сонда 1-2. Содан кейін барып сіз тренд линия сызасыз. Тренд линия сызғанда да абай болу керек, өте теріс сызып жүрсеңіз зиян. Мына жерде мысалы сатып алуға болмайды. Даун тренд болып жатқан кезде, құлап жатқан кезде сізге бұл сатып алуға сигнал өте қиын. Көп жағдайда шорт жасаймыз, құлағаннан ақша табамыз. Ол үшін бізге шорт жасау үшін бізге резистанс керек. Мына жерде мысалы үстінен қарай былай резистанс сызса бола ма? Болады. Қайтарам болады. Тренд линияның жалпы нақты анықтау үшін графикте жеке тренд сызығын қолдануға болады. Кейін тренд линия бағаның бағытын тұнық көрсетеді. Енді қараңыз, екі тренд линия параллель болған жағдайда бұл канал жасайды. Канал. Арна, қазақша арна. Немесе ағылшынша channel. Қазір сізге. Бірақ мына channel болсын, тренд линия болсын, жаңағы адамның көру тәжірибесіне байланысты, адамның жаңағы визуал көріп несіне байланысты, фантазиясына байланысты, және де time frame, уақытқа байланысты. Сіз қандай уақытты таңдадыңыз? Үлкен график, кіші график, 1 минут, 5 минут, 1 сағат, 1 күн.
қалай таңдадыңыз, соған байланысты әртүрлі көрінеді сізге, әртүрлі сигналдар береді. Жалпы 3 түрі бар дедік, аптренд, мынау өсіп жатқан трендлер, мынаны сызасыз да осыменен жүріп отырасыз. Бұзылғанша, бұзылды, бітті. Сізге бұны алып тастау керек. Әйтпесе бұзылғаннан кейін ол сізге пайда алып келмейді. Мына жерде де солай. Біздің сигналымыз қалай? 1-2 рет тиді, үшіншісінде уже біз реакция береміз. Сатып аламыз, өйткені бізге өсіп жатыр деген сигнал береді. Мына бұзылмайынша сіз позицияны ұстап отыра берсеңіз болады. Өйткені ол тренд, аптрендімен өсіп жатыр. Жалғасып өсе беру мүмкін ғой, chance бар. Келесі resistance, downtrend линия, downtrend line. 1-2 уже 2 рет тигеннен кейін бар downtrend болады. Минимум сіз сатып алып үлгермеді дегеннің өзінде акцияны қайда кетіп баратқанын көресіз. Үшіншіден sideways, support немесе resistance береді, жанама сызықтар. Бұл support ретінде немесе resistance ретінде шығуы мүмкін. Әртүрлі. Тренд линияны сызған кезде жаңағыда 1-2 сызық керек сізге минимум. Сосын ортасын сызасылай, ұзын. Сосын бұл үшіншісінде осыған келген кезде, тиген кезде сіз, окей, бұл 2 рет тест жасап қойған. Үшіншісінде уже тиіп жатыр, реакция беріп жатыр. Яғни сатып алсам болады екен деп ойлайсыз. Енді канал туралы қайтадан қозғайық. Канал ол мынандай нәрсе, параллель. 2 сызық, екеуі де тренд линия болу керек. Каналдың негізінде біреуі енді поддержка ретінде, біреуі resistance ретінде, support, resistance. 3 түрі бар негізі. Ascending channel. Ascending channel деген өсіп атқан канал. Ascending канал өсті, үстіне тиді 2 рет, астына 1, енді 2 рет мына жерден тиді. Осылай канал болып жатыр. Одан кейін бар біз мыналардан аламыз, сатамыз деген сияқты ғой. Солай қолданамыз деген сияқты. Жалпы мына жерден басталды, тиді, қайтып келді, тиді. Ascending channel. Descending channel ол құлап атқан канал. Құлап атқан канал қайтеді. Астына қарай тан тиді, үстіне қарай пам тиді. Астына қарай құлап атқан канал дейміз. Ол кезде көбінесе шортқа кіреміз. Шорт бұл resistance-ын біріншіден табуға тырысамыз. Resistance-дан біз шортқа кіреміз, қайтадан поддержкадан сатып аламыз. Resistance-дан шортқа кіреміз, поддержкадан сатып аламыз. Керісінше жасаймыз. Құлағаннан ақша табуға тырысамыз. Үшіншіден горизонтал. Горизонтал деген бір бағада horizontal channel деп атайды. Horizontal sideways channel деп атады. Сатып аласыз, сатасыз ғой. Былай айтқан бірақ канал болу үшін астына 2 рет, үстіне 2 рет тию керек. Үстіне параллель болу керек. Бізде канал емес. Енді support және resistance арнасындағы сауда ауқымына қатысты болады. Біреу support болады, көбінесе біреу resistance-ның рөлін атқарады деген. Тарату арналары өнім өндірушіден тұтынушыға ауысатын әдісті сипаттайды. Канал price, channel price белгілі бір уақыт кезеңінде бағалы қағаз бағасының шыңдары мен ойпаттарын график түрінде көрсетеді. Яғни менің айтып жатқан нәрсем сол. Енді бұл жерде канал тағы да бұзылады екен. Бүйтіп келатыр. Канал үстіне бұзылады, ascending каналы. Не астына қарай бұзылады екен. Үстіне қарай бұзылған кезде біз енді сатып алуға болады. Өйткені ол каналда үстіне қарай бұзып жатыр. Resistance-та бұзылып жатыр дейміз. Біз resistance-ға келген кезде, астынан resistance-ға келген кезде мен негізі сатып жіберем. Акциям болса, өйткені мынау құлайтын баға, құлайтын деңгей. Осыған келіп құлап отырды ғой. Енді бірақ үстіне қарай бұзып жатыр деген сөз. Ол дегеніміз жеңіп жатыр дегенді береді. Жаңа resistance деңгейін жасағалы жатыр дегенді. Сол себепті біз сатып алуға тырысады екенбіз. Астына қарай құлаған кезде біз қайтеміз. Шортқа кіреміз. Шорт позицияға кіреміз. Келді. Біз шорт позицияға кіреміз. Яғни бұл жерде өсіп атқан тренд осыменен бітіп жатыр. Енді астына қарай қозғалыс басталды деген білдіреді. Ол үлкен бір ұзақ уақытқа жалғасып тұрған тренд, бұзылу деген ол сол бағыттың нелері күшейіп жатыр деген білдіреді. Трейдтар күшейіп жатыр деген, бағыт соған қарай ауысып жатыр деген білдіреді. Келесін descending channel деген
құлап атқан канал, көбінесе құлап атқан каналда ең дұрысы енді шортқа кіру, бірақ бұл жерде үстіне қарай бұзған жағдайда біз қайтеміз, лонг позицияға кіреміз, яғни сатып алып арзаннан қымбатқа сатуға тырысамыз дейміз. Үстіне қарай канал бұзылса, ол кезде енді сразу бұзыла қалғанда кіру емес, бұзып сосын тест жасайды кейбір жағдайда, келіп мына линияға келіп тест жасап, соны поддержка ретінде көріп ары қарай кетеді дейміз. Сондай тест жасалынып жалғасып өсіп жатса, ол өте жақсы екенін біледі. Өте жақсы, дұрыс өсіп жатыр. Descending channel, мына жерде астына қарай бұзып жатыр. Breakout point астына қарай. Descending channel келатыр, астына қарай бұзылды. Ол кезде біз шортқа кіреміз, сатамыз. Шорт жасаймыз, астына қарай бұзылады, содан кейін біз қайтеміз. Еще шорт астына құлағаннан кейін сатып аламыз да шығып кетеміз. Біз шорт позицияны білеміз. Келесі горизонтал канал. Горизонтал канал енді оңай. Горизонтал канал көп пайда болуы мүмкін. Біз енді трейдта инвестиция жасағанда. Бұл жерде сіздерге мысалы қандай бір day trading немесе swing trading, мысалы бір күннің графигі немесе бір жылдың графигі туралы айтып жатқан жоқпыз. Бұлардың барлығы кез келген графиктер жұмыс жасайды. Бұл жалпы ешқандай уақыт айтылмайған жалпы несі деген. Бұл енді сізге day tradingда, бір күннің графиктарында, жаңағындай қысқа кішкентай графиктарда да, мысалы 1 минут, 5 минут, немесе 1 сағат, 1 күн графиктарда да кезігуі мүмкін екенін де жасауыңызға болады. Құлап келатыр, горизонтал басталды. Енді ол деген сөз теңесіп қалды деген сөз. Бір бағыт жоқ, теңесіп тұр. Кішкене өседі, кішкене өседі, горизонтал болады. Енді көп жағдайда астына қарай құлайды екен. Егер акциялар құлап келе жатса, горизонталға кірсе, астына қарай құлайды екен. Көп жағдайда. Сол кезде біз шортқа кіреміз, өсіп атқан жағдайда, горизонтал жасап атса, көп жағдайда үстіне қарай бұзады екен. Яғни қозғалыс жалғасады. 100% емес. Яғни биржада 100% деген нәрсе жоқ. Бүткіл анализ, бүткіл фундаментал, техникалық анализ, жаңалық, риск менеджмент, психология, бүткіл нәрсе ол тек қана процентпен. 50%-тан жоғары болжамдар, 60%-тан жоғары болжамдар. Дүние жүзінде сондай, бизнестің өзінде енді 100% деген нәрсе жоқ. Сол сияқты емес. Өсті, горизонтал жасады, үстіне қарай бұзып жатыр. Channel түрлері descending, құлап атқан, ascending, өсіп атқан, горизонтал. Мысалы, мына жерде горизонтал деп сызуға да болады. Мына жерде қарасаңыз, горизонталдан кейін астына қарай құлаған. Мына горизонтал деп айтуға да болады, ascending channel деп айтуға да болады, өсіп атқан channel ретінде сызуға болады. Сонда ол тағы да тренд линия, канал деген нәрсе тағы сіздің визуал көруіңізге тағы байланысты. Екеуінде де сол болады, маңызы бұзып жатыр, бір бағытта қатты бұзып жатыр. Көп жағдайда осындай тренд болып жалғасы келатып, бұзылған кезде әдемі қозғалыстар болады, жақсы сол бағыттағы мықты қозғалыстар болады. Жалпы бүгінгі сабақ осы жерден аяқталды, 5-ші сабақ. Қызықты болды деген үміттемін, 6-ші сабақта кездескенше. We'll be right back.